бір сыйрақты мінекей 4-ке бөлдім. Толтырып су құйдым. Қазір жақсылап тұзын, бұрышын салып, енді бір 6-7 сағат қайнатамын. Мінекей 6 сағат қайнап, осындай қылып қойылғасын, ішіндегісін алып бәрін турадым. Осындай 9 кесе болды. Осы 9 кесеге құйып қойдым. Енді қазір суығасын, соны холодильникке саламын. Мінекей, менің холодецім дайын болды. Енді осыны осылай. Мен осылай бетіндегі майын алмаймын. Жақсы көремін өзім сол. Мынандай кесіп қойдым. Кескенде іші осындай. Мінекей. Осындай холодец болып шықты. Қараңызшы қандай әдемі.